балаларға арналған Білімпаз KZ аудио кітапханасы. Шайтан әңгімесі. Әңгіме авторы Сейітқұл Оспанов. Ымырт үйірілді. Киіз үйлердің алдарындағы жерошақтарда шалпылдап от жанып жатыр. Ел аяғы басылған. Дала тып-тыныш. Аспан ашық, бұлтсыз. Жұлдыздар жамырап жайнап тұр. Бұлақтың ар жағынан қалың жыңғылдықтан жасырынбақ ойнап жүрген балалардың шіңкілдеген дауыстары естілді. Құлахмет, шық! Сені көріп қалдым. Таптым! Ей, сабыр! Қайдасың? Жай кезде әлдилеп, бет аузынан қайта-қайта сүйіп еркелетіп ұйықтататын інісін Назарбек ойнауына қол байлау болған үшін ашуланып, әлсін, жат! Деп ұрсып, жаңа ғана көз ілгізді. Сөйтті де іргеге апарып салды. Сосын жер ошақта жалпылдақ шырпы сексеуілмен сүт пісіріп жатқан апасына келді. Апа, Ержан ұйықтады. Жасырынбақ ойнауға барам. Жеті түнде не бар? Отыр үйде. Тамағыңды іш. Апасы жібермейтін сыңай танытты. Назарбек бұлданды. Ержанды ұйықтаттым ғой. Бәрібір бармайсың. Күндіз де ойыннан кенде қалмайсың. Апасы ойына бірдеңе келгендей Назарбекті шашынан сипалады. Жаным-ау, ана ұста дүкенде шайтан бар екенін білесің бе? Бір бәлеге ұшырап жүрерсің, деді жұмсақ қорқытып. Шайтанды айтқасын амалсыз тілі байланды. Әйтпесе Назарбек әлі жалына түсер еді. Жайлау мен қыстаудың арасы қалың қызыл жыңғыл. Екі ортада бір-біріне қатынайтын жалғыз аяқ сүрлеу бар. Сол жолдың оң қапталында ескі ұста дүкен тұр. Ұста дүкен түнге қарай үңірейіп, үрейлі боп көрінеді. Ауыл ішінің алып қашпа сөзіне қарағанда, онда шайтан бар. Мұны айтатын көбіне қарттар. Тіпті кейбіреулері өз көздерімен көріпті де. Бірде қартпай ұста дүкеннің қасынан өтіп бара жатса, тас қараңғы терезеден от жарқ ете қалыпты. Жұрт әр саққа жүгіртеді. Біреу басында сиырдың қарағайдай мүйізі, иегінде ешкінің аппақ шуда сақалы, аяғында аттың тұяғы бар бір мақұлық ат көріпті. Міне, мұның бәріне ауылдың балалары құдайдай сенеді. Өз атаң, өз әке-шешең айтып отырса сенбей көр. Әрине сенесің. Содан болар, балалар кешке қарата ұста дүкеннің қасымен жүруге жүрексінеді. Батыр, ақкөз деген егінбай сықылдылар да аяғын аттап баспайды. Шайтан шыға келсе, шаруалары бітті емес пе? Осыны енді Назарбектің апасы да айтып отыр. Амал жоқ. Назарбек қыңқылын доғарды. Інісін үбіжек келе жатыр деп қорқытып ұйықтататын еді. Енді апасы қайдағы бір шайтанмен үрейлендіріп, үйден шығармай қойды. Аздан соң жасырынбақ ойнап жүрген балалар тарқады. Жайлау шырт ұйқыға кетті. Тәтті тыныштықты тек бұлақ басына иірілген қойлардың оқтын-оқтын маңырап, текелердің бақылдағаны, құрақ арасынан құрбақалардың құрылдағаны, шегірткенің шырылы ғана бұзып тұрды. Назарбек те жатты. Ертеңіне кешкісін білте шамның мөржесі сынып қалып, апасы Назарбекті қыстаудағы тамнан мөрже әкелуге жұмсады. Мұнысы қалай? Апасы екі ортадағы ұста дүкенді, ондағы шайтанды есінен шығарғаны ма? Кеше ғана өзі айтты емес пе? Қыстауға бара жатқанында ұста дүкеннің үңірейген терезесінен шайтан шыға келсе, Назарбектің жүрегі жарылып кетпей ме? Апау, қалай барам? Ұста дүкенде шайтан бар емес пе? Деді таңданып. Ал апасы болса мүлде бейжай. Ойпырмай, соғанда сеніп, қайдағы шайтан? Тәйірі, елдің алып қашты сөзі де. Қартпай атам от жарқылдағанын көріпті ғой. Сол ма? Ол Жұмағұл екен. Атаңды әдейі қорқыту үшін ұста дүкенде тығылып отырып, жарқ еткізіп шырпы жаққан. Бар, көп сөзді қой, мөрже әкел. Назарбектің кеудесіндегі бала қорқынышы сейілді.
бірақ апасының кеше өзін алдағанына жаман ренжіді. Шайтан жоқ екенін кеше бірден айта салмады ма? Мұнысы несі екен? Назарбек ұста дүкенде шайтан бар дегенге осы уақытқа дейін сеніп келіп еді. Шайтан деген беймәлім құбыжықтан іштей қорқып жүретін. Енді қазір сол үрей қорқыныштың ізі де қалмады. Көңілі кеңіп сала берді. Кеудесінде сығылысып тұрған қажетсіз көп заттың біреуі алынып тасталған секілді.